Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырылған пельмен дайындаймыз. Бұл рецептпен жасасаңыздар, дәл осындай қытырлақ әдемі болып шығады. Сатылымда жүрген рецепттердің бірі. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек ұн, су, сүт, жұмыртқа, тұз және бөлме температурасындағы сары май. Ыдысымызға барлық ингредиенттерді қосамыз. Салқын бола берсе де болады, бірақ сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Барлығын қосып, қатты қамыр илейміз. Міндетті түрде қатты болу керек. Дәл осындай қатты қамыр болу керек. Салафанға салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минуттан кейін қамырымызды алып, бір илеп жая бастаймыз. Қамырымыз осындай әдемі эластичный қамыр болып шығады. Жаюға ыңғайлы болу үшін мен қамырды екіге бөлдім. Екіге бөліп болғаннан кейін тағы да 5 минутқа салафанға салып қоямыз. Сонда қамыр әдемі жайылатын болады. Бұл рецептпен бізде 1,5 килограмм қуырылған дайын пельмен шығады. Егер 1 килограмм дайындау керек болатын болса, видеоның астына пропорциясын жазып кететін боламын. Қамырымызды жұқа қылып жаюымыз керек. Жұқа болған сайын қытырлап әдемі болып шығады. Өздеріңізге қажетті мөлшерде кесіп, бірдей қылып кесіп шықсаңыздар болады. Мен дәл осылай өлшеп, бірдей қылып кесіп шықтым. Салмасын дайындаған кезде менде осы рецепт бойынша 1,5 килограмм қуырылған пельменге қабығымен саналғанда 700 граммдай картоп кетті. Егер сіздерге 1 килограмм қуырылған пельмен дайындайтын болсаңыздар, онда 0,5 килограмм қабығымен саналғанда картоп кететін болады. Салмасына мен тұз бен бұрыш қана қостым. Егер көпшілікке жасайтын болсаңыздар, пияз қосуға кеңес бермеймін, себебі тез ашып кетуі мүмкін. Дәл видеода да түйіп шығамыз. Шеттерін міндетті түрде қаттылап қысу керек. Және де осы пельменімізді біріктірген кезде мен 2 рет қысамын, дәл осылай 1 рет. Және үстінен тағы да 1 рет қысамын, дәл видеодағыдай. Сол кезде қуырылып жатқан кезде пельмендеріңіз ашылып кетпейтін болады. Пельменімізді қуырған кезде майымыз міндетті түрде қызып тұру керек, жақсы қызған болу керек. Жақсы қызған болса, пельменімізде осындай, яғни пузыректер пайда болады. Пузыректердің пайда болуы біздің майымыздың қызуына байланысты. Сол үшін майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.